Елімізде асыл тұқымды жылқының үлесі 17-18%. Азайып барады. Мамандардың бас мақсаты ұлттық жылқы тұқымын сақтап қана қоймай, елде спорттық жарыстарға қатысуға қауқарлы жылқы тұқымын көбейту. Ұлттық болмысымызды айқындайтын қазақы жылқыны өсірудің бүгінгі жай-күйі мен болашағы қалай? Бұл туралы ұлттық аграрлық ғылым білімі беру орталығының бас менеджері Ыдырысов Қанат мырза студиямызға келіп отыр. Жалпы статистика бойынша Қазақстанда 4,5 мыңдай жылқы түрі бар екен. Оның қай-қайсысын ерекше атап өтесіз? Мысалы, кейбіреулер ет өндірісіне, сүт өндірісіне, ал кейбіреулері спорттық, жаңағы біздің. Жалпы бүгін Қазақстанда 14 тұқым жылқы тұқымы өсіріледі. Түрі? Тұқымдары. Оның 5 тұқымы өзіміздің отандық тұқымдары, ал 9 тұқымы шетелден әкелінген, кезінде әкелінген, ал қазір енді біздің Қазақстанға жерсінген тұқымдар. Ал егерде біз малдың жылқының санына келетін болсақ, жылқының жалпы саны осы енді кейінгі мәліметтерге қарағанда бүгінгі күнде 4 миллионға жетті Қазақстан аймағында. Оның ішінде енді көпшілігі оның өнімділік қасиеттері, ал біразы спорттық қасиеттерге бағытталған жылқылар. Егерде біз спорттық жылқыларға келетін болсақ, ол мініс жылқылары, оның ішінде Қостанай жылқысы, оның ішінде Адай жылқысы. Ал өнімділік бағыттарға келетін болсақ, өнімділік бағыттағы жылқылар, олар Мұғалжар жылқысы, Қазақ Жаби жылқысы және көшім жылқылары. Міне біздің 5 отандық тұқымдар. Және мына кейінгі 9 шілдеде қабылданған заң бойынша осы асыл тұқымды мал шаруашылығы заңына тиісті өзгерістер енгізіп, және алғаш рет осы отандық мініс жегіс жылқы тұқымдарына қолдау көрсетілетін болды. Оларды ұстап бағуына осы келесі жылдан бастап қолдау көрсетіледі. Бүгінгі күнде тиісті есептер Ауыл шаруашылығы министрлігі жүргізіліп жатыр. Қанша оған қаржы керек? Заң өз күшіне қыркүйектің 9-ында енетін болады, ары қарай құзырлы орган жұмыс жасайтын болады. Жалпы осы сіз айтқан Қостанай Адай жылқыларының қандай ерекше сипатқа ие? Мысалы төзімділігі жағынан. Ерекше сипаттарына келсек, олар спорттық жағынан өте жоғары қасиеттері бар. Мысалы біз кейбір осы Қостанай жылқысының көрсеткіштеріне келсек, мысалы 1600 метрді 1 минут 40 секунд 100-5 секундта көрсеткіштері бар. 2400 метрді 2 минут 34 секунд көрсеткіштері бар. Ал 100 шақырымды 4 сағат 1 минут 5 секундта алғаны бар. Яғни аламан бәйгеде. Сондықтан бұл көрсеткіштері, спорттық көрсеткіштері жылдан жылға дамып келе жатыр. Ол жылқыны баптауға байланысты, дайындауға байланысты. Міне осы жағынан қазір бүгінгі күнде жұмыстар жүргізілетін болады. Осы Қостанай Адай жылқылар не себептен қазір азайып жатыр? Мысалы, мамандар азайды дейді қазір. Бізде Адай жылқысын соңғы Қазақ ғылыми зерттеу мал шаруашылығы және азық өндіру институты үлкен экспедиция жасап, Адай жылқысын қарап, санап, оның генетикалық тұрғыдан анықтап, 1000 жылқы саны барын анықтады. 1000-нан астам. Ал оны көбейту жоспарда бар ма? Және осы 23 жылдың 27 желтоқсанында Адай жылқысы, бұрын ол түр болатын, қазір жеке тұқым ретінде өзі қазақстандық, отандық тұқым болып саналады. Өзінің патентін алды. Ал Қостанай жылқысына келетін болсақ, әрине оның саны біршама азайып кетті. Қазір жалпы Қазақстанда атбегілер ұстайтын 274 жылқы бар. Барлық атбегілерді санағанда 41 атбегілер бар екен. Шаруашылықтар Қостанай жылқысын ұстайтын, олардағы саны әрине аз. Негізгі біз 30 жылға дейін қазір селекциялық асыл тұқымды жұмысын жоспарын қойып отырмыз. Ол жоспарда 500-ге дейін Қостанай жылқы тұқымын жеткізу. Жаңа селекция деп қалдыңыз. Одан өзге қандай бағдарламалар бар? Мысалы, ғылыми зерттеу, генетикалық бізде селекциялық жағынан 2024-2026 жылдарға қазір 2 үлкен нысаналы бағдарламалар қабылданды. Ол біреуі өнімділік жылқыларға арналған, оның көлемі 727 миллион, ал екінші жартысы ол спорттық бағыттағы жылқыларға арналған,
жалпы ол да 700 миллионның аясында жалпы екеуін қосқанда 1,5 миллиард осы жылқы шаруашылығына ғылыми зерттеу жұмыстарына алдағы 3 жылдыққа қаралған және ғалымдар бүгінгі күнде жұмыстарын бастап жатыр. Қанат мырза, жалпы біздің ұлттық спортымыз енді аламан бәйгесіз көкбарыс елестету қиын ғой, оған енді аттың да байланыс бар екен білеміз. Жалпы қазақы жылқының тұқымын қалыптастыру жүздеген жылдар бойы жалғасып келеді және жалғаса да бермек. Студиямызға келіп жауап бергеніңізге рахмет. Құрметті көрермен, бізде бүгін студиямызда болған ұлттық аграрлық ғылыми білім беру орталығы ғылым басқармасының бас менеджері Ыдырысов Қанат болатын.